Марина Елбазова қант диабеті дертімен 25 жылдан бері ауырып жүргенін айтады. Ол соңғы 2 жылда инсулиннің жетпей жүргенін сөзге тиек етті. Тіпті дәрінің мөлшерінде азайтқан. Я последний раз получала в ноябре месяце. Мен соңғы рет дәріні өткен жылдың қараша айында алдым. Тіпті маған ештеңе айтпады, ескертпеді. Ары қарай не болатынын білмеймін де. Мұндай жағдаймен қаланың көпшілік тұрғындары да кездесіп отыр. Дәрі-дәрмексіз қайда барып шағымданатын да білмейді. Емханаларда бұл инсулин жеткіліксіз болса, дәріханаларда сатып алу мүмкін емес. Әсіресе екінші емханаға қарасты қант диабетіне шалдыққандар қиналып жатыр. Ал бірінші және төртінші емханаларда инсулинді науқастарға алдын ала беріп қойған. Закуп бесплатных лекарственных средств. Біз биыл да өткен жылда тегін дәрі-дәрмектері толық алдық. Қала тұрғындары да тегін алды. Алдын ала өткен жылы дәріні артық беріп қойғанбыз. Денсаулық сақтау басқармасының мамандары қалада мұндай мәселенің мүлдем болмау керектігін айтады. Әсіресе қант диабеті дертімен ауыратындар инсулинді уақытымен алу керектігін сөзге тиек етіп отыр. Тіпті елімізде инсулин тапшы болып жатса, заңсыз Өзбекстанға қалай асып жатқаны белгісіз болып отыр. Бірақ шенеуніктер жақын уақытта инсулин тапшылығының шешілетінін жеткізді.